Ойлан таб арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода біз Игра в кальмар 2 ойыншыларын эмодзи арқылы табу керек боласыңдар. Сұрақ саны 30, ойлануға 10 секунд, әртүрлі жауапқа 1 пайдан. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпа. Ал ендеше бастаймыз. Бұл қандай кейіпкер деп ойлайсың? Ұпай сандарыңды санап отырыңдар. Видео соңында комментарияға жаза кетіңдер. Әрине, бұл бізде Сон Ги Хун 456 ойыншы. Ал бұл қандай кейіпкер деп ойлайсың? Жақсылап ойлан, өте оңай. Бұл бізде Хван Джун Хо, полиция қызметкері, таныдың ба? Ал осы қандай ойыншы деп ойлайсың? Бұл ақшаны өзін операция жасауына жинағысы келді. Бұл бізде Чо Хён Джу, 120-шы ойыншы, дұрыс табалдың ба? Ойлан таб арнасының көрермендері біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, колокольчикті баса кетсеңіздер, 20 мың оқырманға өте аз қалдық. Бірге жетейік. Ал бұл жердегі артық эмодзиді тауып көрші. Таба алады ма екенсің? Бұл жердегі эмодзиді табу саған оңай болды деп ойлаймын. Ал ендеше келесіге өтеміз. Осы жердегі ойынның атауы қалай? Тауып көрші. Бұл бізде қызыл жасыл түс. Дұрыс табалдың ба? Ал бұл қандай кейіпкер деп ойлайсың? Жақсылап ойлан, міндетті түрде табасың. Ли Мён Ги, 333-ші ойыншы. Ал бұл қандай кейіпкер екенін таба аласың ба? Кәне көрейік, тауып көр. Бұл бізде Ким Чун Хи, 222-ші ойыншы. Бұл қандай кейіпкерлер деп ойлайсың? Жақсылап ойлан. Бұл бізде VIP қонақтар. Дұрыс табалдың ба? Ал осы жердегі артық эмоджиді тауып көрші. Жақсылап қара. Осы жердегі түлкі. Дұрыс табалдың ба? Ал бұл қандай кейіпкер деп ойлайсың? Жақсылап ойлан. Бұл бізде ойынды жүргізетін жүргізуші болған еді. Ал бұл қандай кейіпкерге ұқсайды? Қалай ойлайсың? Бұл бізде фронтман. Дұрыс табалдың ба? Ал осы кейіпкердің есімін сен таба аласың ба? Жақсылап ойлан. Бұл кейіпкердің есімі таныс болды. Сен білдің бе? Игра в кальмар 2-ші маусымында басты кейіпкері кім болды? Есімін тап. Бұл бізде Сон Ги Хун 456-ші ойыншы болды. Артығын табалдың ба? Артық эмоджиді тап, жақсылап қара. Ал осы ойыншы қандай номерде болды деп ойлайсың? Жақсылап ойлан.
Бұл ойыншы 388 номерде болған еді. Таба алдың ба? Ал бұл қандай кейіпкерге ұқсайды деп ойлайсың? Жақсылап ойлан. Бұл бізде 007-ші ойыншы болған еді. Ал осы ойыншының нөмір санын тауып көрші. Бұл бізде 390-шы ойыншы болды. Ал осы ойынның атауы қандай еді? Сенің есіңде ме? Көрейік. Такджи ойыны болды. Ал білдің бе сен? Осы жерде екі кейіпкер қандай ойын ойнады? Тапанша арқылы русская рулетка атты ойынын ойнады. Ал осы ойынның атауын сен білесің бе? Жақсылап ойлан, өте оңай. Қызыл, жасыл түстер ойыны. Ал осы ойын атауын тауып көрші, қалай ойлайсың? Шестиногий пентатлон, қазақшасын білмедім. Ал осы ойынның атауын сен білесің бе? Тауып көр. Бұл бізде конги ойыны. Дұрыс таба алдың ба? Ал осы ойынның атауын сен таба алады ма екенсің? Көрейік. Бұл бізде пхенги ойыны. Ал сен атауын білдің бе? Осы ойынның да атауын тауып көрші, көрейік қаншалықты біледі екенсің. Бұл бізде джеги ойыны. Ал осы ойынның атауы қалай деп ойлайсың? Жақсылап ойлан. Бұл бізде үшінші артық ойыны. Таба алдың ба? Осы жерде екеуіне қандай ойын ойнаттырған болатындығын білесің бе? Есіңде ма? Күнделікті атайтын біз сулифа ойыны еді. Ал осы таспен ойналатын ойынның атауын білесің бе? Бұл ойын атауы бисок чиги ойыны. Осы жердегі артығын тап, көрейік, қаншалықты мұқият екенсің. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қанша ұпай жинағандарыңды комментарияға жаза кетіңдер. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.